Всем ассалаумағалейкум, қазақ елі, тағы да қайырлы күн. Я әдеттегідей Магнум келіп қалдық, ата әлемге жайылған. Я әдеттегідей тауарларын біраз түсіріп сапты. Негізі өткендегі бойкоттан кейін Қазақстанның 14 облысында ешқандай қара халық сата алмаймыз деп наразылығын туғызып жатыр ғой. Мысалы, душка кола 850-900-ға дейін баратын тұғын 600 теңге. Көріңіздерші өздеріңіз. Не деген акция? Бірақ сіздер алмаңыздар. Мен бірақ алып алайын, потому что акция арзан болып жатқан кезде. Өйткені студентпін, тамақ керек дегендей. Адамдар по-любому Магнумда жүр. Өтірік қой оның бәрі. Магнумға бойкот, ары бері дегендер өтірік. Адамдар толып, очередь 3 сағат болып тұрғанына сенбеңдер бәріне. Ассалаумағалейкум қазақ бауырлар. Ана Магнум, Қызылорда қаласындағы Магнумға. Осы жалпы Қазақстан бойынша Магнумда не бойкот еді білмеймін, бірақ Қызылорда қаласында бойкот деген тема жоқ. Бізде бүкіл касса істеп тұр, бүкіл кассада очередь. Бойкот қайда қалды екен сонда? Ассалаумағалейкум. Бізде Шымкентте мегатеатрдің ішіндегі Магнум болды. Бірақ Магнумның ішінде бәрі толы. Бұл да бізде бойкот деген болып жатқан жоқ. Шымкентте мықты. Ішіне кіріп көрдік, ішінде де адамдар көп. Қолға жүріп жатыр. Саудасы қайнап жатыр оларда. Шымкентте өтпейді ау деймін ондай. Ішінде ряд-рядтың бәрінде толы адамдар.